reach advantage here. We'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. This could almost 90-шы жылдары Дэвид Туаның есімін естігенде кез келген боксшының жүрегі мұздап кететін болған. Оған себеп те жоқ емес. Бойы 178 сантиметрді ғана құрайтын бұл боксшы көз ілеспес жылдамдықпен соққанда кез келген қарсыласын сана сезімнен айыратын болған. Біз бүгін бокстың терминаторы Дэвид Туа жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Дэвид Туа 1972 жылы 21 қарашада Самоа мемлекетінде дүниеге келген екен. Бокстың жанкүйері болған әкесі Дэвидті бала кезінен қолына қолғап кигізіп көшедегі көрінген адамдармен жұдырықтастыратын болған екен. Басында бұл Дэвидке мүлде ұнамайды. Тіпті жұдырықтаспау үшін үйінен қашып кеткен кездері де жиі болған екен. Алайда 13 жасынан бастап бокс залына бара бастаған ол, бала кезіндегі әкесінің тәрбиесінің арқасында бірден топ жара бастайды. Барған жерінен алтынсыз қайтпайтын ол 1991 жылы Сиднейде өткен әлем чемпионатына қатысады. Мұнда жартылай финалға дейін еш қиналмай жеткен 18 жасар самоалықты Олимпиаданың 3 дүркін чемпионы кубалық Феликс Савон алғашқы минутта-ақ нокаутқа жібереді. Осылайша әлем чемпионатының қола жүлдегері атанған ол 92 жылғы Барселонада өткен Олимпиада ойындарына қатысады. Мұнда жартылай финалда нигериялық боксшы Дэвид Айзонға жеңіліп, қола жүлдені иемденеді. Олимпиада ойындарында қарсыластарын қаңбақша ұшырған 20 жасар боксшыға әйгілі промоутерлердің көзі түсіп, Туа әйгілі Main Events промоутерлік компаниясымен келісімшартқа отырып ақшқа аттанады. 3 жылдың ішінде 20 жекпе-жек өткізген ол, кейін өзін әлемге әйгілі ететін жылдам хук соққысын қарсыластарының жағына жапсыра бастайды. 96 жылдың көктемінде Туа WBC International белдігі үшін жекпе-жекте Джон Руиспен кездеседі. Болашақта Эвандер Холлифилдті жеңіп, әлем чемпионы атанатын Руисті есінен тандыруға Туаға бар болғаны 19 секунд жеткілікті болады. listed as having a reach advantage here. We'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over. Осылайша бокс жанкүйерлері Тайсон түрмеде отырған шақта оның орнын тағы бір азулы боксшы басқандығына көз жеткен болатын. Сол жылдың соңында Туа өзін Олимпиада ойындарының жартылай финалында жолда қалдырған африкалық Дэвид Айзонмен кездеседі. Кәсіпқой бокста бір ғана жеңілісі бар Айзон проспект боксшылардың бірі болатын. Сол атағын ақтап қалуға тырысқан ол Туаға лайықты қарсылық көрсете бастайды. Тіпті африкалық боксшы өзіндік рекорд жасап, Туаны 12-ші раундқа дейін сүйреп алып келеді. Жанкүйерлер енді ғана нокауттен үміттерін үзе бастағандығы сол еді. Туаның хук соққылары нысананы дөп табады. Көз алдында жарық сөніп қалған африкалық боксшы арқанға ілінген күй қалып кетеді. 97 жылда Туа Олег Басқаевқа қарсы өткен жекпе-жектен бастайды. Қарағанды облысында туып, Ресейде өскен Басқаев Кеңес одағы тараған соң кәсіпқой боксқа ауысқандардың алғашқы легінен болатын. Мықты әуесқой бокс мектебінен өткен ол, жылдам тура соққылармен Туаны қашықтықта ұстауға тырыса бастайды. Алайда Туа өз мәлерінде жылдам қашықтықты қысқартып, бірнеше соққыны басып жіберіп отырады. 11-ші раундта бір сәтке орында тұрып қалған Басқаевты қуып жеткен Туа қарсыласын тізе бүктіреді. Арада бірнеше ай өткенде нигериялық Айк Ибиабучиге қарсы жекпе-жек өтеді. Президент лақабаты бар Ибиабучи әлі жеңіліс көрмеген болатын, әрі ол да Туа секілді қарсыластарының барлығын жайпап келе жатыр еді. Жанкүйерлер екі нокаут иесінің жекпе-жегі ұзаққа созылмайды деп болжам жасайды.
Шынында, боксшылар алғашқы секундтан бастап бір қадам кері шегінбестен соққы алмаса бастайды. Еңгезерде екі алыптың соққыларынан құлақ тұнады. Алғашқы раундтарда басымдық жекпе-жекте өте белсенді бастаған Ибиабучи де болады. Алайда 5-ші раундтан бастап іске шындап кірісе бастаған Туа соққыларды жаудыра бастайды. Дегенмен самоалықтың әлемге әйгілі соққыларын Ибиабучи кірпік қақпастан жұтып отырады. Осылайша 12 раундқа созылған өте тартысты жекпе-жекте төрешілер жеңісті бір ауыздан Ибиабучиге берген екен. Бірақ жанкүйерлер мен бокс сарапшылары сол жекпе-жекте жеңісті Туадан тартып алды деп есептейді. Бұл жеңіс Ибиабучиге өте қымбатқа түскен болатын. Туамен жекпе-жектен соң оның құлағына әртүрлі дыбыстар естіліп, өзінен өзі қорқып жүретін дәрежеге жетеді. Соған қарамастан тағы да бірнеше рет жеңіске жеткен Ибиабучи көп ұзамай зорлау айыбымен түрмеге тоғытылып, тек 2015 жылы ғана босап шығады. Ал Дэвид Туа болса, алғашқы әділетсіз жеңісінен соң барлығын қайта бастауға мәжбүр болады. Бір жылдың ішінде 5 қарсыласты еттен тандырған ол, 98 жылдың соңында әлі жеңіліс көрмеген Хасим Рахманмен жолығады. Жекпе-жек жеңімпазы IBF белдігіне міндетті үміткер атанатын болады. Туаның алдыңғы қарсыластарының қателігінен қорытынды шығара алған Рахман самоалық боксшыны жеб арқылы қашықта ұстап, жақындатпауға тырыса бастайды. Арасында сериялы соққыларды өткізіп жіберіп отырған ол ұпайын түгендей береді. Дегенмен бұлай жалғаса беруі мүмкін емес еді. 9-ші раунд соңында шабуылға шыққан Туа 3-1-де сол қолдың хуқ соққысын Рахманның жағына кигізіп жібереді. Тіпті бір соққы гонг даусынан соң барып тиіп, есік кіресілі шығасылы болған Рахман бұрышына әрең жетеді. Сол күйі толық есін жия алмаған америкалықты Туа 10-ші раундта шегелеп тастайды. Болашақта Хасим Рахман Леннокс Льюисті нокаутқа жіберіп абсолюттік чемпион атанған болатын. Осылайша чемпиондық белдікке үміткер атанған Туа, дегенмен чемпиондық жекпе-жекке шығу үшін бақандай 2 жыл күтеді. 2000 жылдың соңында ғана мансабында алғаш рет белдікке таласқа шыққан ол WBC және IBF белдіктерінің иесі Леннокс Льюиспен жолығады. Бұл уақытта біраз артық салмақ қосып алған Туаның бұрынғы жылдамдығы жоғала бастаған болатын. Соның әсерінен баяулап қалған қарсыласын әккі Льюис жақындатпайды. World title fight number 14 for Lennox Lewis. Great right hand from Lewis there too, just mixing it up. Then I think Tua's in big trouble. 12 раунд бойы қашықтан түрпектеп жүрген Льюис Туаны мансабындағы екінші жеңілісіне ұшыратады. Дегенмен жасы енді ғана 28-ге толған Туаның болашағы әлі алда болатын. Көп ұзамай рингке оралған ол тәжірибелі Даниэл Николсонды 6-ші раундта нокаутқа жібереді. 2001 жылдың жазында чемпиондық белдікке үміткер атану үшін Крис Бёрдпен кездеседі. Солақай боксшы Бёрд кез келген боксшы үшін тым ыңғайсыз қарсылас болатын. Бұдан бір жыл бұрын ғана Виталий Кличконы жеңіп кеткен ол Туаға да ешқандай мүмкіндік бермейді. Самоалық жанталаса шабуылдап сериялы соққыларды жаудырғанымен Бёрдтің жанды жеріне тигізе алмай ұпай санымен жеңіліп қалады. Қайтадан рейтингтік жекпе-жектер өткізуге мәжбүр болған Туа 2002 жылдың жазында бұрынғы әлем чемпионы біздің Василий Жировты нокаутқа жіберген Майкл Мурермен кездеседі. Мурерді бір жақты ету үшін Туаға бар болғаны 30 секунд жеткілікті болады. Алғашқы сериялы соққылардан соң ақ Мурер көзі ашық қалған күйі ес-түссіз арқанға сұлай кетеді. Арада бір жыл өткенде Хасим Рахманға қарсы реванш өтеді. Бір қарағанда ебедейсіз көрінетін Рахман Туа үшін өте ыңғайсыз қарсылас болады.
Самуалық құлаштап тұрып қаншама соққанмен сол күйі дұрыс тигізе алмайды. Ал өз қашықтығын жақсы тауып алған Рахман болса, тағы да сол ұпайын түгендей береді. Осылайша 12 раундқа созылған жекпе-жек тең нәтижемен аяқталған екен. Осы жекпе-жектен соң Дэвид Туа қаншама жыл бапкері әрі менеджері болған Кевин Барридің осы уақытқа дейін өзін алдап қаржы жымқырып келгендігін біліп қойып, 2 жылға уақыт сонымен соттасумен болады. Тек 2005 жылы ғана оның өзінде қаржы тапшылығы әсерінен рингке оралуға мәжбүр болған Туа тағы да бірнеше рет жеңіске жетеді. Дегенмен жаңа промоутер оған сол кездің чемпионы болып тұрған Виталий Кличкоға қарсы жекпе-жек ұйымдастырып бере алмайды. Бұл кезде жасы 40-қа жақындай бастаған Туа тезірек ақша жинап қалу үшін кез келген жекпе-жекті қабылдай берген көрінеді. Мансабындағы соңғы жекпе-жегін Дэвид Туа 2013 жылы белорус боксшысы Александр Устиновқа қарсы өткізген болатын. Бұл кезде жасы 41-ге келген Туа бұрынғы Туаның көлеңкесі ғана еді. Соған қарамастан лайықты өнер көрсеткен ол бұл жекпе-жекті ұпай санымен жеңіліп мансабын аяқтайтындығын жариялайды. Міне достар, Дэвид Туаның мансабы осылай өткен болатын. Қаншама әлем чемпиондарын есінен айырған Туа өкінішке орай сол күйі чемпиондық атаққа қол жеткізе алмайды. Дегенмен бокс тарихында соққысы ауыр боксшы ретінде қалатындығы анық. Қазір Туа отбасымен Жаңа Зеландияда тұрады. Өзінің бокс залы бар, шәкірт тәрбиелеумен айналысады. Достар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып қолдай кетіңіздер. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы.